Кеше ана тілін чайнаған біреу дойынға шығып, не көрдіңіздер ма? Мына чапанды 85-тен қимыл қып береме қалқым. Мынадан 300 тал бар. 5 кісі дүзгілге сияды. Осы бір әңгімен ортақтасқым келіп отыр сіздермен. Айттым ғой, дойынға шығып битеді. Сіз ана Ерсайды көре алмай соған айтыпсыз, битіпсіз деп. Көре алмау деген сөзді мен сіздерге айтайын. Ана құдықтың ішіндегі бақа сияқты, мына миы жетілмеген, тұқымында түк көрмеген тексіз адамдар қылады. Біз көре алмаудан алқып өтіп кеткен адамдар ғой. Неге деңіз? Mesela әлгі қошынан байып жатса қуаныңыз, қуанғаннан ештеңеңіз құламайды. Сізге бірдеңе бөліп бермесе дағы алақан жайып ештеңе сұрамайды деп айтқан ғой. Соған байса не зияны бар? Біз де шетелге барамыз, өй жүріп жерге көп жүреміз. Ой, сендердің қазақта осындай мықты адамдар бар екен десе. Мына бетіміз былай жоғары биікке көтеріліп қалатын шығар, қалқым сондай шығар. Ой, бір mesela еврей десе, бір қараплам еврейдің ішінде нашар адам жоқ екенін білеміз. Өле жатқаны олардың ең атақты mesela қызметші андай мындай. Оның өле жатқан сонда о атақтылары дүние жүзіндегі 20% бірінші байдың бәрі еврейден шығады. Атақты ұлт болғаннан кейін сіз оны көз көзмей тұра алмайсыз. Еврей десе бір қадам еменетін шығарсыз. Соған бізден осындай бір мықты қыз шықса неге қуанбайды екенбіз. Ол көре алмағандық емес, сол сияқты бір халқым сүйіп отырған бір керемет қыздың бір өзін-өзі андай бір жаман маңқаға былғап битеп миллион адам қарап отырған экранда анандай сәт қылқығанын айтқаным ғана шығар, мен басқа не дедім? Соған мына біреуді боқтасаңыздар, бір қарсы сөз айтсаңыздар, мына не болғанын бір біліп алып, бір дұрыс ыңғаймен айтыңыздар. Өтіріктің өзіне сенбе, қисынына сен деген сөз бар ғой біздің. Осы бұрын ежелден тартып, өтіріктің өзіне сенбесең мейлі дейді. Қисыны болады ғой бір, былай қистырғандағы. Мына чапанымды сіздерге 85-тен қалқыма берсем елге бермеймін сіздерге. Осы менің әзір мына дүкен ашқан жерім Қорғас, мына Қызылшидың іші Жункы Арчи 3-ші қабат Сәлин Чияу деген дүкенде мына кесеңізде мына бағада мүлдем ала алмайтын баға. Міне мынандай. Мынаның мейсі бәйсілерінен бір 3-4 талған ағатты оны шығармай қойдым. Алатындарыңызға ақты аңсағандарыңызға сап берем. Мына кафесі дүзгілге шейін сияды. Мына 5 кісінің өзі. Менің кигенім әзір 1 кісі екен. 1 кісі қалқым, 1 кісі маған кен келді. Соған әрбір нәрседе бар ғой. Мына біреуді бірдеме деуден бұрын өзіңіздің жағдайыңызға бір қараңыз. Mesela бәлкім менде тек Ерсайға жетпей, ақшам ғана жетпеуі мүмкін. Ерсайда чырай бар ма? Чырайым асып тұр, қабілетім асып тұр, дашу янжусыңмын, ағылшын тілі 6-шы дәрежем бар, мемлекет тілімізді дүзбен қалай ішінасын айтсаңыз пұтынқаға жүріп тұрмын. Мен неменеге қызғанам, одан қызғанатын не қызғанам? Ол маған қызғанса болады. Ода бір қыз болса, менде 3 қыз бар. Несіне қызғанам оның? Ақша деген қолдың кіріп, бүгін бар, ертең жоқ. Тауып алам әлі миллион, триллион қып, олардың бәрін сатып алатындай.